құлысың. Принцип. Сен орыстың құлысың. Вот видишь, ты это обвиняешь. Ты обвиняешь сейчас меня? Ты обвиняешь? Потому что я обвиняю тебя. А ты кто? А ты кто? Өйткені ты сен ты признаешь, что ты наций? Ты признаешь, что ты нацист? Асыл, ты признаешь, что ты нацист? Нет, конечно. Как ты не признаешь? А сен ватник екенін мойындайсың ба, мақтабас екен? Для тебя же, кроме казахов, смотри, для тебя же, кроме казахов, нет другой чистой расы, нации. Правильно? Кім саған ондайды айтты саған? Ты же сам говорил, ты же неоднократно говорил, что русские такие, эти такие, вот казахи такие. Жоқ, сен дәлелді көрсетсеші маған. Дәлелді көрсет, содан кейін сөйле, дұрыс па? Зайди ко мне чат-рулетку. Ты чат-рулетку зайди, Витубка зайди. Витубка, я тебе дәлелдим. Сен көтінді қыстеп, маған не надо вот это допускать. Мен саған же не допустил, бір лет болсын, бір боқтаған жоқпын ғой. Я тебе по факту говорю, я тебе по факту вопросы задаю, сен мына жерде көрдің ба? Қашыватсың мен әңгімені, қорқыватсың. Сен көрдің ба, боишься ответить на мои слова. Сен өз достарыңды, өз қазағыңды, ладно, жарайды мені, жарайды, пускай я буду ватником. Пускай я буду... Смотри, мақтабас болайын, жақсы. Маған бәрібір, сенің мнениең, сенің айтқанынан мен мақтабас болып қалмаймын. А так сен просто өзіңнің қазағын, жарайды мені, қараш, тыңдаш сен мұнда. Если сен мені қазақ деп санамайтын болсаң, жаңағыдай мақтабас, анау мынау дейтін болсаң, сен неге өзіңнің жолдастарыңды өз... Неме деді, өшіп қалды. Қазақтарыңды, өз қазағыңды көрішіңді, секілді отырған жігіттеріңді салып жүрсің страничка в ютубтарға и так далее. Зачем ты это делаешь? Почему ты ондай некрасивый делами занимаешься, Асыл? Жоқ, мен емес, басқа қазақ жігіттерін. Қандай басқа қазақ жігіттерін? Басқа қазақтың жігіттерін. Енді дәлел келтірсеш, дәлел келтір, аттарын ата, түстерін түсте. Түстерін түстемейсің, аттарын атамайсың. Ты же видишь, кто здесь у тебя сидит в эфире, смотри, кто здесь сейчас рядом сидит с тобой? Оглянись, посмотри, ты же прекрасно понимаешь, не туралы мен айтып отырмын, кім туралы айтып отырмын. А? Жоқ, қандай предъяваң бар? Не туралы сұрап отырсың сен, мен түсініп тұрған жоқ. Я же говорю, сен айтасың, жарайды, мені, что мен жаңағындай мақтабас, анау мынау дейсің. Маған похуй сенің айтқан сөзің, маған бір жерден кіріп, бір жерден шығады былай айтқанда. Сен өз қазақтарыңды хуярт етіп жүрсің ғой, подряд бүкіл неге салып. Сен боқтамай сөйлеш, мен саған әлі боқтаған жоқпын. Сен жаңа боқтадың ғой, сен боқтадың ғой, мен саған айтқан кезде сен сөйлеп отқан боқтадың ғой мені, енді немене боқтамаш дейсің. Ты что, не слышишь, когда ты разговариваешь? Когда ты разговариваешь, не слышишь? Жоқ, не деп айтпайсың ба? Я тебе уже... Не деп айтпайсың ба? Мен саған әлі бір ауыз боқтаз айтқан жоқпын. Асыл, я тебе хочу предупредить, Асыл. Ты доиграешься, Асыл. Күйеулер бар екен, ты доиграешься. Ты доиграешься. Скоро ты доиграешься, Асыл. Сен білесің ба, сен ты доиграешься. Вот время покажет, Асыл. Ты уже чувствуешь, наверное, тебе подкрадывается это. Жақын қалды саған, немного осталось. Если саған ешкім әңгіме айтып... Мен саған конкретно возьмусь. Пожалуйста, Асыл, возьмись. Асыл, возьмись. Только смотри, Асыл, если не обоснуешь, за клевету сам сядешь. Помимо этого, у тебя другие статьи есть. Разжигание межнациональной розни и призыв на митинг. У нас есть на тебя компроматы. Асыл, конечно, записи у нас есть. У нас записи тоже есть. Ты думаешь, что у тебя одного есть запись? Если ты выкладываешь в интернет, а мы не выкладываем в интернет, мы сразу отправляем куда нужно все записи. Это ты просто выкладываешь. Сен тоқылдақ қызылдың сілімтігісің. Мен тоқылдақ емеспін, Асыл, это моя работа, Асыл, это моя работа. Асыл. Сен работаңа мен бар ғой бір жерімді қойдым, түсіндің ба? Асыл, сабыр. Мал таза. Жігіттер, мен сөйлейін, иә? Маған бұған компромат бар, бұған қозғалатын бала, бұл 174-ші бапқа қылмыстық құрамы бар. Бүгін маған видеолар жіберді. Кәдімгідей қазақтың қыздарының бәрінің ар-намысын таптап, жәлеп, мәлеп, анаумен жатқызады, мынаумен жатқызады, қазақтарды соттаймын дейді, қазақтарды қалбит дейді. Енді кім одан кейін бұл жақта кімдікі дұрыс емес деп ойлайсыздар? Ол маған әңгіме айтпай қойсын, мен кездеспейін, бетіме айтамайды ол. Қай жерін жігіт өз? Оны табу 6 секунд қой. Жаңа әдемі әңгіме айтып едіңіз негізі.
бұл провокатор ғой, кіреді да эфирді бұзады. Бұл ватник қой, мақтабас. Асыл ол тағы Шымкенттің қазақтарын жамандаған южане сендер өзбексіңдер, қазақ емессіңдер деп. Иә, бұл айтты ғой, шатасыңдар сендер, видеосы бар. Мынау есендерді алдап қойған, типа қазақтар намысын оятуым үшін жүрмін деп, КНБ-мін деп айтқан ба, өтірік алдап қойған. Соған есендер алданып сөйтіп жүр да, есендер жоқ, алдында есендер соны жақтайтын еді, оны алдап қойған оны. Атақ ол таза ватник. Ватник қой, бұл ана аватаркалар қарамды, Сталинді қояды. Алдында сен сонымен бірге отырып әңгімелесіп отыратын ең ғой, бірақ ватник екенін өтірік емес қой, сол системаны алматтың. Иә. Мен айтып отырмын, иә. Алдақ болған деген әңгімені сен қоя сал, жарай ма? Мен подряд бәрін енді жоқ, тағы кім? Тағы бір стример бар ғой. Жарай, кешір болып береді. Тағы басқа стримерлер тағы алдап кішкене қазақтар намысын оятып жүрмін деп өтірік алдаған. Бірақ на самом деле ватник таза провокатор, қазақтарын жамандайды, калбит деп айтады. Оның видеолар тола оның. Шымкенттің адамдарын жамандағаны бар. Шымкенттің өзбексіңдер дегені бар. Таза. Иә, толып отыр. Оның бәрі алауыздықты қоздыру. Таза провокатор. Жігіттер мен айтқан Шымкенттің адамдарын сендер. Сондықтан кім аттан? Есен саған әңгіме жоқ. Есен саған әңгіме жоқ. Сен ешқандай емес. Просто сен сонымен сөйлесіп, кәдімгі нормальный отношениядасың да соған ойлаймын сен алдық. Бәріне төлесем, не болып соншама ол? тоқташы. Кәдімгідей қазақтар қалбит деп атырады ғой. Аттан сөзге. Қуатпен де сөйлесем, мен диаспен де сөйлесем. Екеуінің арасында конфликт бар ғой. Мен олармен де сөйлесем, не болып соншама? Жарайды, бірақ ол таза ватник, провокатор. Бастарын қосайын деп жүрмін, айналайын баласы. Бастарын қосайын деп жүрмін, бұлардың шағыстайын деп отқан жоқпын сен сияқты. Мен де есенге кірем ғой. Мен де есенге кірем.